Кешен еңбекке және қорғанысқа дайын қысқартылған ГТО 1931 жылы 11 наурызда ресми түрде бекітілді. Оның авторы мәскеулік дене шынықтыру қызметкері Иван Осипов болып саналды. 1930 жылы 24 мамырда «Комсомольская правда» газетін жастардың дене дайындығын бағалаудың және әр түрлі жастағы адамдардың дене шынықтыруға қойылатын бірыңғай нормалар мен талаптарды белгілеудің бірыңғай критерийін енгізу туралы өтініш басып шығарды. Нормативтерді орындаған әрбір жас тобының үздіктері еңбекке және қорғанысқа дайын арнайы белгісімен марапаттау ұсынылды. 1931 жылы 11 наурызда ГТО бірінші кешенінің жобасы іс жүзінде түзетусіз қабылданды және бүкіл ел үшін дене шынықтыру жүйенің нормативтік негіздері айналды. Кешен мақсаты да тұжырымдалды. Кеңес халқының ең алдымен жас буынның дене тәрбиесі мен жұмылдыру дайындығының деңгейі одан әрі арттырды. Еңбекке және қорғанысқа дайын төсбелгінің алу сынақтарын бастапқыда кемінде 18 жастағы ер адамдар мен кемінде 17 жастағы әйелдер жіберілді. Денсаулықтың қанағаттанарлық жағдайы ерекше жағдай болды. Оны ГТО кешенінің нормаларын тапсыру адам денсаулығына зиян келтірмейтінін анықтаған дәрігер анықталды. Жарысқа ұжымдардың ұйымдастырылған дене шынықтыру және жалғыз дене шынықтыру қатысушылары жіберілді. ГТО-ның бірінші кешені тек бір сатыда тұрды және 21 сынақтарды орындауды көздеді. Оның 15-і практикалық сипатта болды. 100, 500 және 1000 метрге жүгіру, ұзындыққа секіру және биіктікке секіру, граната лақтыру, штанга тарту, арқанға немесе пояс өрмелеу, салмағы 30 кг картридж қорабын көтеру және онымен 50 метр қашықта тоқтаусыз қозғалу. Жүзу, велосипедпен жүру немесе тракторды, мотоциклді, автокөлікті басқару мүмкіндігі, 1 шақырым есу мүмкіндігі, 3 және 10 шақырым шаңғымен жүгіру, атқа міну және газ тұтқышты 1 километр жүру. Бірінші сатыдағы ГТО белгісінің бірінші иегері атақты конькимен жүгіруші Яков Федорович Мельников, КСРО-ның алғашқы еңбек сіңірген спорт шебері, РСФСР чемпионы, конькимен жүгіру спортынан 1927 жылы Еуропа чемпионы болды. ГТО кешенінің арқасында миллиондаған кеңес адамдары шеру, шаңға ату дайындығы, жүзу, граната лақтыру, су кедергілері еңсеру дағдыларын алды. Бұл оларға Ұлы Отан соғысы жылдарының минималды мерзімде әскери істі еруге мерген барлаушылар, танкистер, ұшқыштар болуға көмектесті. ГТО белгісі көптеген адамдар үшін еңбек пен жекпе-жек үшін ордендер мен медальдарды қосқан алғашқы марапат болды. Соғыстан кейінгі кезеңде ГТО кешені дене шынықтыру қозғалысының алдында тұрған міндеттерге сәйкес жетілдіруді жалғастырды. 1976 жылдан бастап КСРО-да 220 миллион астам ГТО белгісі болды. 1979 жылы 1-ден 3-ші сынып оқушылары үшін алғашқы дайындық кезеңі енгізілді. Оған алғашқы әскери дайындық, елдің азаматын қорғанысы және гигиена туралы білім кірді. 1985 жылы ГТО кешені соңғы рет жаңартылды. 1-ден 2-ші сынып оқушылары үшін тағы да бір жас кезеңі енгізілді. 1991 жылы КСРО-ның ыдырауына байланысты кешен білім беру бағдарламаның алынып тастады. Бұл оның жаппай құбылыс ретінде өмір сүруінің нақты тоқталуына әкелді.